Саумлаған өз ойларыңызды айта кетсеңіздер. Кеген, Нарынқол, Шонжы, Қаскелең, Шамалған деген аудандардың барлығы жоңғарлардың батырларының аттары да. Осыны өзгерту керек па, әлде солай қала берген дұрыс па? Сол жоңғарлардың батырларының атымен. Қалалар мен көшелердің атауынан халқымыздың төл тарихы көрініс табу қажет. Біздің солтүстік Қазақстандағы Павлодар мен Петропавл қалаларынан халқымыздың төл тарихын көре аласыздар ма? Осы қалалардың тұрақты халқы Петропавлды Қызылжар, Павлодарды Баянауыл немесе Жетібай деп ауыстыруға ұсыныс тастағанда, бірақ ол ұсыныстары қабылданбай отырды белгісіз себептермен. Алматы облысында Ұйғыр ауданы деген барда, не себептен әлі осы уақытқа дейін өзгертілмей тұр ол атау? Ономастика бөлімінің басшысынан сұрасақ, бірде-бір халық, бірде-бір тұрғын келіп ұсыныс жасамаған дейді, кері пікірін білдірмеген дейді. Бұл атауды өзгерту үшін акиматқа барыңыздар. Офлайн болмаса, онлайн жолдаңыздар өз пікірлеріңізді, өз ұсыныстарыңызды. Мысалға Қордайда Дүнгендер тұрады. Дүнген ауданы емес қой ол жерде. Түркістан облысында қаншама бұрын болған атаулардың барлығын өзгерткен, қазақша атаулар қойылған. Осылай барлық жерде қазақша атаулар болуға тиіс. Өйткені бұл қазақтың жері, қазақтың елі. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыз орталық Мәскеу болып тұрған кезде Асанбай Асқаровқа айтқан екен: орыстардың артында Мәскеуі бар тірейтін, ал қазақтың кімі бар? Қазақтың тіреуі біз болуымыз керек. Қазақтың жанын сақтап қалатын уақыт емес қазір. Қазақтың ұлтын, намысын, рухын сақтап қалатын уақыт деп айтқан екен да. Қонаев атамыз айтқандай, қазақтың намысын, қазақтың рухын, қазақтың тілін, қазақтың дінін сақтап қалатын уақытта қазір. Сол үшін барлығымыз күресуіміз керек, барлығымыз сол жолда еңбек етуіміз керек.